қаласының нөмірі 60 жалпы білім беретін орта мектеп әкімшілігі және мен, Құдайберген Дабылбек Ниязбекұлы, ата-аналар мен оқушыларға арналған онлайн құқық мектебі жобасын бастағалы тұрмыз. Бұл жобада біз сіздермен бірге ата-аналар мен оқушылардың міндеттері мен құқықтары, тәртіп және мектеп ережесі, құқық бұзушылық және қылмыс жасаудың алдын алу мәселелерін қарайтын боламыз. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі кезде елімізде балалар мен жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық пен қылмыс жасау жағдайлары белең алып отыр. Міне, сондықтан да жобаны басты мақсаты ата-аналар мен оқушылардың құқықтары, құқықтық сауаттылығын көтеру арқылы оқушылар арасында тәртіп және құқық бұзушылықтың алдын алу. Бұл жобаның ең басты тиімділігі заман талабына сай болуында. Ұзақ созылған ата-аналар жиналысы мен оқушыларға арналған лекциялар тиімділігі төмен және қызықты емес деп айтуға болады. Ал YouTube каналда орналасқан бұл түсірілім әрдайым смартфондар арқылы қолжетімді және қажет болған жағдайда бірнеше рет қарап көруге болады. Олай болса, бүгінгі онлайн құқық мектебі жобасының ең алғашқы түсірілімі ата-аналардың және өзге де заңды өкілдердің міндеттері аясында болады. Ата-аналардың және өзге де заңды өкілдерінің міндеттері. Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы нөмірі 345 заңы 24 бап ата-анасының баланың тәрбиелеу, күтіп бағу және асырау жөніндегі міндеті. Бірінші тармақшасында ата-анасы немесе басқа да заңды өкілдері өздерінің қабілеті мен қаржы мүмкіндіктері шегінде баланың жан-жақты дамуы үшін қажетті жағдай жасауға міндетті. Екінші тармақшасы ата-анасы баланың тәрбиелеуге, оны күтіп бағуды жүзеге асыруға, материалды жағынан қолдап, оны әл-ауқатына қамқорлық жасауға, тұрғын үймен қамтамасыз етуге міндетті. Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі нөмірі 319 заңы 49 бап ата-аналардың және өзге де заңды өкілдерінің құқықтары мен міндеттері. Бірінші тармақшасы кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен өзге де заңды өкілдерінің баланың тілегі және жеке бейімділігі ерекшеліктерін ескере отырып білім беру ұйымын таңдауға. Екінші тармақшасы ата-аналар комитеттері арқылы білім беру ұйымдары басқару органдарының жұмысына қатысуға. Үшінші тармақшасы білім беру ұйымдарының өз балаларының үлгеріміне, мінез-құлқына және оқу жағдайларына қатысты ақпарат алуға. Төртінші тармақшасы өз балаларын оқыту мен тәрбиелеу проблемалар жөнінде психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялық көмек алуға. Бесінші тармақшасында балаларының шарттық негізде қосымша қызмет көрсетулер алуына құқығы бар. Екінші, ата-аналар мен өзге де заңды өкілдер балаларға өмірі мен оқуы үшін салауатты өмір және қауіпсіз жағдайлар жасауға, олардың ой-өрісі мен дене күшін дамытуды, имандылық тұрғысынан қалыптасуын қамтамасыз етуге. Балаларды одан әрі жалпы білім беретін мектеп беруді айқындай отырып, мектеп алды даярлығын қамтамасыз етуге. Білім беру ұйымының жарғысына айқындалған қағидаларды орындауға, балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз етуге. Білім беру ұйымының жұмыскерлерінің ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге. Білім беру саласындағы уәкілетті орган белгілеген міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарды орындауға. Білім беру ұйымында белгіленген киім формасын сақтауға міндетті. Неке ерлі-зайыпты және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы нөмірі 518 4-ші кодексіне тоқталып кететін болсақ, 70-ші бап ата-аналардың баланы тәрбиелеу және оған білім беру жөніндегі құқықтары мен міндеттері. Бірінші тармақшасында ата-аналар өз баласының денсаулығын қамқорлық жасауға міндетті. Екінші тармақшасында ата-аналардың өз баласын тәрбиелеуге құқығы бар және осыған міндетті. Ата-аналардың барлық өзге де адамдар алдында баласын тәрбиелеуге басым құқығы бар. Балалар тәрбиелеуші ата-аналар оның дене бітімі, психикалық, адамгершілік жағынан және рухани дамуына қажетті өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету үшін жауаптылықта болады. Үшінші тармақшасында ата-аналар баласының міндетті орта білім алуын қамтамасыз етуге де міндетті. Ата-аналардың жалпы білім
орта білім алғанға дейін оның пікірін ескере отырып, білім беру ұйымын және баланың оқу нысанына таңдауға құқығы бар. Баланың тәрбиесі мен білім алуына қатысты барлық мәселелерді баланың мүдделерін негізге алып және оның пікірін ескере отырып, өзара келісу арқылы ата-аналар шешеді. Ата-аналардың арасында келіспеушіліктер болған кезде, бұл келіспеушіліктерді шешу үшін қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функциялар жүзеге асыратын органдарға немесе сотқа жүгінуге құқылы. 71-ші бап ата-аналардың баланың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі құқықтары мен міндеттері. Бірінші тармақшасында ата-аналар өз баласының заңды өкілдері болып табылады және арнайы өкілеттіктерсіз кез келген жеке және заңды тұлғаларға қатысты, оның ішінде соттарда оның құқықтары мен мүдделерін қорғайды. Егер қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын орган ата-аналар мен баланың мүдделері арасында қайшылықтар барын анықтаса, ата-аналар өз баласының мүдделерін білдіруге құқылы емес. Ата-ана мен баланың арасында келіспеушіліктер болған жағдайда қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функциялар жүзеге асыратын орган баланың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін өкіл тағайындауға міндетті. Егер ата-аналар балаға қатысты ата-ана құқықтарын айырылған не олар шектелген жағдайда баланың мүдделерін білдіруге құқылы емес. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі нөмір 235 жылғы 5 тармақшасында Қазақстан Республикасының заңында көрсетілген 127 бап бойынша ата-ананың немесе басқа да заңды өкілдерінің балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамауы, ата-ананың немесе басқа да заңды өкілдердің кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеу мен оқыту жөніндегі міндеттерді орындамауы 7 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін 1 жыл ішінде қайталап жасалған әрекет 20 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алуға әкеп соғады. 49 бап Қазақстан Республикасының білім беру, дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамасын бұзу. Ата-аналардың немесе өзге де заңды өкілдерінің Қазақстан Республикасының білім беру саласында заңнамасында көзделген міндеттерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы, ескерту жасауға немесе 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.